Рамазан айы келген кезде үйлерімізді безендендіру қаншалықты дұрыс? Бұл мәселе жайында қоғамда бидғат амал, яғни жаңашылдық түбі негізі дінде жоқ деп жатады. Шариғатымыз бұл мәселеде не дейді? Сахаба Хазірет Омар радиаллаху анху өзінің халифалығы тұсында мешіттерді безендендіріп, шамдар жаққызған әсемдеген болатын. Егер бұл шариғатымызға қайшы амал болғанда, үйде тұрмақ мешіттің өзін бұлай әсемдемеген болар еді. Жалпы пайғамбарымыз өз кезегінде Рамазан айына амандық пен саулықпен жету үшін Аллаға жалынып дұға еткен болатын. Осыдан көретініміз, мұсылман адам үшін Рамазан айы өте үлкен мереке болғандықтан, мұсылман қауым жыл сайын Рамазанды асыға күтеді. Ендеше біз осы амалды отбасымызға, жақындарымызға, бала-шағамызға дәріптесек, насихаттайтын болсақ, яғни жыл сайын осы Рамазан айын ықыласпен, сағынышпен қарсы алу үшін әрекет жасайтын болсақ, бұл шариғатқа қайшы амал емес.